Баршаларыңызға сәлем. Бүгін бізде сіздермен акция және ақша курсының келесі сабағы. Бүгінгі сабақта біз сіздермен нарықтық анализдермен танысатын боламыз. Жалпы бізде сіздермен осы трейдинг нарығында, яғни трейдингпен айналысу барысында екі түрлі анализ бар. Біреуі фундаменталды анализ, біреуі техникалық анализ. Міне осы екі анализдің көмегімен біз сіздермен удачный сделка жасаймыз, күшті ақшаларды табатын боламыз. Бүгінгі тақырып бізде фундаменталды анализ. Фундаменталды анализ негізі төрт принципі бар, төрт негізгі основасы бар. Фундаменталды анализдің ішіне маңызды глобалды жаңалықтар, ақштың экономикалық жаңалықтары, компаниялардың жеке жаңалықтары фундаменталды анализ арқылы акция таңдау жатады. Яғни осы төрт негізден құралатын анализ түрін біз сіздермен фундаменталды анализ деп атаймыз. Ең бірінші ақштың экономикалық жаңалықтары. Жалпы кез келген елдің өзінің экономикалық көрсеткіштерін көрсететін жаңалықтары болады. Сол сияқты ақш экономика жаңалықтары. ФРС пайыздық мөлшерлеме шешімі, инфляция көрсеткіші, банк секторының жаңалықтары, елдің ішкі саясаты. Міне қараңыздар, ақштың экономикалық жаңалықтарына осылардың барлығы жатады. Енді Федеральная резервная система, немесе ФРС дегеніміз не? ФРС дегеніміз ол жалпы Американың экономикасының көңіл күйін бақылайтын бір ұйым. Бұл ұйым жалпы мемлекеттің экономикасы қайда жылжып бара жатыр, не істеп жатыр, қандай өзгеріс болып жатыр, соның барлығын бақылап отырады. Қазіргі басшысы Паул болып табылады. Егер қысқаша айтатын болсақ, елдегі ең маңызды қаржылық организация. Яғни ол организацияның сөзі, ол шешімі, отчеты, оның барлығы өте маңызды. Енді біздің жұмысымыз тікелей ақшаға байланысты болғандықтан, бұндай ұйымдардың бізге беретін жаңалықтары біз үшін өте үлкен рөлді атқарады. Енді қараңыздар, экономикалық жаңалықтардың барлығын біз сіздермен investing.com сайтынан көре аламыз. investing.com сайтына кіресіздер, экономический календарға кіресіздер, фильтрдан США-ны таңдайсыздар. США-ны таңдағаннан кейін сіздерде осындай бір жаңалықтар шығады. Экономикалық жаңалықтардан біз қарастыратындарымыз, ол жердегі үш жұлдызды маңызды жаңалықтар. Яғни мына жерде бір жұлдызды, екі жұлдызды және үш жұлдызды жаңалықтар болады. Соның ішіндегі ең маңыздысы ол үш жұлдызды жаңалықтар. Егер де сіздер маркетке дайындық барысында бүгінгі күні үш жұлдызды жаңалықтардың өте көп екендігін көрсеңіздер, бұл күні сауда жасауға кеңес бермеймін. Неге десеңіздер, ол күні маркет анализге бағынбай өз алдына бір күтпеген қозғалыстар жасап кетуі мүмкін. ФРС пайыздық мөлшерлеме шешімі. Егер сіздер сауда жасайтын күні ФРС-тің шешімі Паулдың сөйлейтін күні болатын болса, ол күні тоже сіздерге не советую сауда жасауға. Неге? Потому что ол Паулдың бір сөзінің өзі маркетті бірден төңкеріп кетуі мүмкін. Жалпы бұл жерде бізде сіздермен факт және прогноз деген екі графа бар. Факт дегеніміз фактически шыққан жаңалық, прогноз дегеніміз күтілетін жаңалық. Яғни ол жерде сіздерге әрбір цифраны сараптап отырудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Главное, сіздер жаңалық жақсы шықты ма, немесе жаман шықты ма, соны білсеңіздер жеткілікті. Жаңалықтар жақсы шықса жасыл цвет болады, жаман шықса қызыл цветпен көрсетіліп тұратын болады. Жалпы үш жұлдызды жаңалықтар қатарынан тұрған кезде қасында уақыты тұрады. Сіздер либо сол уақытқа дейін, либо сол уақыттан кейін сауда жасау керексіздер. Именно жаңалық шығатын уақытта сауда жасау өте қауіпті. Сіздер ақшаларыңызды жоғалтып алу мүмкіншіліктеріңіз слишком жоғары. Маңызды экономикалық жаңалықтар, мысалы осындай картина көретін болсаңыздар, бұл күні мен мүлде сауда жасамаймын. Неге десеңіздер, себебі бұндай маңызды жаңалықтар маркетте біз күтпеген қозғалыстар беруі мүмкін. Компанияның жеке жаңалықтары. Компаниялар өз алдына 3 ай сайын ежеквартальный, яғни кварталдық отчеттарын өткізіп отырады. Отчет өткізетін уақыттың алдында бір күн бұрын, екі күн бұрын сіздерге вообще сауда жасауға не рекомендуется. Себебі отчет қалай шығады, маркет солай өзгеріс жасауы мүмкін. Жалпы бір жылдың ішінде 4 түрлі квартал бар, яғни кез келген компания 4 рет отчет тапсыратындығын білу керек. Отчет тапсырған компанияда объем өте көп болады. Сол себепті оларды сауда жасауға таңдап аламыз. Бірақ отчеты жақсы шыққан компанияның акциясы міндетті түрде өседі, немесе құлайды деп күтілу өте қауіпті. Неге десеңіздер, компанияның жаңалығы жақсы шығып, акция бағасы құлап кетуі де мүмкін, немесе жаман шығып, өсіп кетуі де мүмкін. Сол себепті именно отчет өткізетін күні сауда жасауға болмайды. TradingView сайтында компанияның
отчетін тапсыру белгісі бізде Е деген әріппен белгіленеді. Міне қараңыздар, ең төмен жағында Е деген әріптің тұруы бұл күні компанияның отчетін өткізетін күн екендігін белгілеп отырмыз. Отчет жақсы шыққан күні акция бағасы өскен. Міне қарасаңыздар, төмен жақта Е деген буква тұр. Отчет жақсы шықты, одан кейін акция бағасы өсіп кетті. Компанияның ішкі жаңалықтары. Мысалы, 23 жылы Tesla компаниясының электромобильге деген сұраныстың азайғандығын көрсетті. Сәйкесінше сол аралықта Tesla компаниясының акциясы прям күтілмеген мөлшерде өте қатты құлап кеткен болатын. Енді қараңыздар, сіздер фундаменталды анализ арқылы акция таңдау үшін сіздер міндетті түрде объемға қарайсыздар. Объем дегеніміз не? Объем дегеніміз саудаланып жатқан акцияның саны. Мысалы, товарный бизнесте қай товарға спрос көп, сол товар көп сатылады. Мысалы, мына блузка бізде прям қыздардың бәрінің вниманиясын алып тұратын болса, оның бағасы сәйкесінше қымбаттайды. Бұл жерде де тура солай. Саудаланып жатқан акция саны мейлінше көп болған сайын, сол компанияның акциясы да жақсы қозғалады, жақсы қымбаттайды деген сияқты. Сол компаниялармен бізге жұмыс жасау тиімдірек. Міне фундаменталды анализ арқылы сауда жасауға компанияны таңдау дегеніміз, сіздер TradingView сайтына кіресіздер, сток скринерға кіресіздер, осы жерде volume, яғни объем деген графаны көріп, сол жердегі өте жоғары объемды компанияларды бүгінгі күні сауда жасауға таңдаймыз. Мысалы, Nvidia компаниясында 448,73 миллион штук акция саудаланып жатыр. Яғни, естественно, ол компанияның акциясының жақсы қозғалатындығын білдіреді. Енді біз сіздермен осы фундаменталды анализді практика барысында жасап көрейік. Ол үшін сіздер кәдімгі Google-ға кіресіздер и осы жерге investing.com деп жазасыздар. Investing.com деп жазасыздар. Одан кейін міне Investing.com сайтының өзінің сілтемесі шықты. Осы сілтемеге кіресіздер. Осы сілтемеге кіргеннен кейін мына жерде ең бірінші оң жағында жоғарысында тіл тұр. Осы жерден орысшаға ауыстырып алыңыздар. Орысшаға ауыстырып алғаннан кейін мына жерде тоже самое Google почтамен TradingViewға кірген сияқты кіріп алсаңыздар болады. Одан кейін сіздерге инструменты экономический календар бөліміне өту керек. Инструмент экономический календар бөліміне өткеннен кейін фильтр бөліміне өтесіздер. Мына жақта очистить все дегенді таңдайсыздар да, тек қана США-ны қалтырасыздар. Галочка қойдым. Одан кейін төменге түсіп, 3 жұлдызды жаңалықтың үстін ғана галочка қойып, обновить деген кнопканы басасыздар. Обновить деген кнопканы басқаннан кейін текущее время деген бар. Осы жерден Екатеринбургты таңдайсыздар. Яғни бұл біздің уақытымызбен шамалас уақыт болып табылады. Текущее время 14:25, менің де уақытым 14:25-ті көрсетіп отыр. Енді мына жерде сегодня дегенді таңдаймыз. Сегодня не запланировано деп тұр. Көрдіңіздер ме? Событие не запланировано. Яғни бүгін понедельник, бүгін кешке мен қазір сауда жасаймын. Бүгінгі күні мен ең бірінші сағат 5:30-да маркетке дайындықта бастайтын әрекетім осы Investing.com-ға кіріп, бүгінгі күні қандай жаңалық бар, сол нәрсені қараймын. Міне менің бүгінгі бірінші фундаменталды анализ жасауымның ең бірінші шағы бүгінгі күнгі жаңалықтарды қарау. Егер де бүгінгі күні 3 жұлдызды жаңалықтар өте көп болатын болса, бүгінгі күні мен маркетте желательно сауда жасамаймын, ал жасасам да өте осторожно жасауым керек екендігін білдіреді. ФРС-тің пайыздық мөлшерлемесі шығатын күн, немесе мына жерде Паулдың сөйлейтіндігі көрсетілген болатын болса, ол күні тоже сауда жасауға кеңес бермеймін. Ал егер басқа жаңалықтар болатын болса, Например, қараңыздар, 24 октябрь күні 4 түрлі 3 жұлдызды маңызды жаңалықтар тұр. Егер де бұл жерде жаңағы ФРС-тің шешімі Паул сөйлейтін күн болмайтын болса, немесе мынау сияқты число первичных заявок на получение пособий деген сияқты жаңалықтар болатын болса, сағат 5:30, 18:45, 18:45 және 7 деп тұр. Мысалы 24 октябрь күні барлық жаңалықтар шыққаннан кейін мен сол күні сағат 7-ден кейін сауда жасаймын. Яғни сіздер жаңалық шығатын уақытқа дейін либо жасайсыздар, либо жаңалық шыққаннан кейін жасайсыздар. Жаңалық шығып жатқан уақытта сделкаға кіру өте опасно. Сіздер күтпеген бағытта нарық қозғалып кетіп, сіздер минусқа кетіп қалу мүмкіншіліктеріңіз бар. Енді
Жалпы фундаменталды анализ бойынша барлық айтылатын ақпараттар осы. Сіздер күнделікті маркетке дайындықты осы investing.com сайтынан бастау керексіздер. Бүгінгі күні қандай жаңалықтар бар, олардың маңыздылығы қандай, 3 жұлдызды жаңалықтар нешеу, оның уақыты нешеде, сол уақытқа дейін немесе сол уақыттан кейін сауда жасаймыз. ФРС, Паул сөйлейтін күндері мүлде сауда жасамаймыз. Міне, біздің фундаменталды анализ бойынша білу керек нәрселеріміздің барлығы осы. Және тағы қосымша компанияның жеке жаңалықтары. Компанияның жеке жаңалықтары дегеніміз не, оны қайдан қалай қараймыз. Міне, мысалы Tesla компаниясы, TradingView сайтына кіресіздер, Tesla компаниясын қоясыздар, бір күндік таймфреймде қоятын болсаңыздар, мына жерден Е деген әріптерді көруге болады. Үстінен басатын болсам, мен мысалы 23 апрель күні Tesla компаниясының жаңалығының нашар шыққандығын көре аламын. Одан кейін 23 июль күні жаңалықтардың дұрыс емес шыққандығын көріп отырмыз. Яғни бұл жаңалықтың нашар шыққандығына байланысты, одан кейін акция бағасы қатты құлап кеткен. Енді осы 1-2 күннің ішінде, 2 күннен кейін бізде Tesla компаниясы тағы да отчетін өткізеді. Яғни бүгін ертең Tesla компаниясымен сауда жасаудың тиімсіз екендігін көріп отырмыз. Отчет шығады, отчет шыққаннан кейін барып біз сіздермен осы Tesla компаниясымен сауда жасай аламыз. Егер де сіздер таңдап отырған компанияның отчеті бүгін ертең 1-2 күнде шығатын болатын болса, ол компаниямен желательно сауда жасамаған дұрыс. Отчет шығады, отчеттан кейін барып сауда жасасаңыздар, более сенімдірек боласыздар. Енді сіздердің үй жұмыстарыңыз бүгінгі күні маркетке фундаменталды анализ жасау. Яғни сіздер investing.com сайтына кіресіздер, тіркелесіздер, 3 жұлдызды жаңалықтарды қарайсыздар, маңыздылығына мән бересіздер, бүгінгі күні сделка жасауға болатын, болмайтындығын қарап сараптайтын боласыздар. Жалпы фундаменталды анализді бір қатты қиындатудың қажеттілігі жоқ. Самое главное, күнделікті маркетке кіретін кезде сағат 5:30-да кіріп отырсыздар ма, бірден investing.com-нан бастайсыздар. Қандай жаңалықтар бар, сағат нешеде шығады, ол уақытқа дейін немесе ол уақыттан кейін сауда жасаймыз. Сіздер таңдап отырған компанияны қалай таңдаймыз дедік? Скринер акцияға кіріп таңдаймыз дедік. Мысалы, мына жақта Nvidia компаниясын басатын болсам, Nvidia компаниясын бір күндік таймфреймге қоям, отчеты бізде 14 ноябрь күні шығады екен. Яғни, егер бүгін ертең жаңағы Tesla сияқты отчет шығатын күн болатын болса, ол компанияға қарағанда лучше басқа компанияны таңдаған дұрыс. Мысалы, Nvidia. Яғни, бүгін ертең Teslaмен жұмыс жасамай, одан да Nvidiaмен жұмыс жасап, одан кейін барып жаңағы басқа компанияға көшуге болады. Жалпы мен өзім практикамда күнделікті маркетке отырған кезімде өзіме бір 3-4 компания таңдап аламын. 3-4 компанияға анализ жасаймын, 3-4 компанияны сызып қоямын, техникалық анализін келесі сабақтарда айтамын. И соның ішінен более тиімдірек бір компанияны таңдап, бір компаниямен бірақ сделка жасаймын. Одан артық мен көп жасамаймын, алатынымды алып маркеттен шығып кетемін. Жалпы сіздер нағыз трейдер болғыларыңыз келсе, нағыз трейдингтің тілін дұрыс түсінгіңіз келсе, міне осындай схемамен жұмыс жасағандарыңыз өздеріңізге жақсы болады. Бұл жерде өте көп соблазн бар деп айта аламын, себебі азартқа беріліп кететін адам өте көп ақшасын жоғалту мүмкіншілігі бар. Сол нәрседен абай болыңыздар. Хорошо. Енді бүгінгі күні сіздердің үй тапсырмаларыңыз дәл бүгінгі маркетке, мысалы сіз қай датамен сабақты көріп отырсыз, сол датада, мысалы 3 ноябрь күні көріп отырсаңыз, 3 ноябрь күнгі investing.com сайтына кіріп, қандай жаңалықтар бар екендігін бір қарап, сараптап шығу. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.